бүгінгі сабақта кім кезекші дейді? Сабақта кім жоқ? Сабақта бәрі түгел. Бәрі түгел. Сабақта қандай тапсырма берілді кәдімгі? Кім айтады? Үй тапсырмасына қазақтың кәсіби музыкасы, оның ішіндегі дәстүрлі кешілік өнер. Жарайсың. Ал енді балалар, біз өткен сабақты сұрақ арқылы бүгін жауап беретін боламыз. Сонымен балалар, экранға назар аударамыз. Бірінші сұраққа жауап беретін кім екенін білеміз. Оны біз балалар лотерей әдіс тәсілі арқылы мына қорапшаның ішінен алып кімге түссе сол жауап беретін болады. Ал ендеше балалар, біздің бірінші сұрағымыз қаншасыншы ғасырда қазақ халқының өнері алтын ғасыр деп аталды? Ал балалар, кәдімгі мен мына жерде кез келген бір шарды алайыншы кәдімгі. 7-ші нөмірлі кімде екен? 19 ғасырда алтын ғасыр деп аталды. Балалар, енді мұны біз өзіміз дұрыс немесе бұрыс екендігін қолымыздағы қызыл жасыл түсті бағдаршаммен бағалайтын боламыз. Кәдімгі Ерасылдың жауап берген сұрағына дұрыс па? Яғни Ерасылдың жауап берген сұрағы дұрыс екенін білдік. Жарайсыңдар. Ал енді екінші сұрақ балалар. Екінші сұрақ бізде 19 ғасырда музыка саласын дамытқан қандай композиторларды білеміз? Ал балалар, мен келесі шарды алайын кәдімгі. Келесі шар екінші нөмірлі шар екен. Кім екен? Балалар, дұрыс бұрыс еместігін қолымыздағы бағдаршам тәсілімен көрсетіп жіберейік. Жаңа сабағымыздың мақсаты ол өнердің түрлерін, стилін, жанрларын, музыкалық көркемдеуіш құралдарын анықтайды және таңдалған шығармаға талдау жасау. Сонымен қоса классикалық музыканың жанрлары мен түрлерін анықтаймыз. Ал енді балалар, біз бүгінгі сабақта қандай бағыттармен таныстыратынымызды экранға қарап көрейік. Мінекей балалар, қазақ халқының ауызша кәсіби әншілік өнерімен танысамыз. Екінші, дәстүрлі әншілік мектептердің көрнекті өкілдері туралы білетін боламыз. Және үшінші біз балалар, Біржан Сал, Мұхит Мералыұлы және Кен Әзірбаев әндерімен тыңдаймыз, таңдалған әндерді талдайтын боламыз. Ал балалар, ары қарай біз сабағымызды жалғастырайық сонымен. Ал енді балалар, мінекей, ән ақылы заманнан бері ол қалыптасып келе жатқан үлкен өнер болып саналады. Балалар, ән деген бізде екіге бөлінеді. Ол музыкалық және шулы дыбыстар болып бөлінеді. Музыкалық дыбыстарға біздің әлі айтқанымыз бұлбұлдардың сайрағаны, жалпы әуенді әндері жатқызамыз. Ал шулы дыбыстарға біз табиғат құбылысындағы дыбыстарды жатқызамыз. Олар найзағайдың гүркілі, судың арқырағаны, машинаның гүрілі, тағы басқа құбылыстар жайында қысқаша дайындалып келген тапсырма берген. Кәдімгі кім айтады балалар? Ернұр, келе бар. Қазақ халқының әншілік дәстүрінің кәсіби қалыптасуы саз-серілікпен тығыз байланысты болды. Арқа мектебінің негізін қалаушылардың бірі Біржан Сал Қожағұлы 1834 жылы Ақмола облысы еңбекшілер ауылында дүниеге келген. Бозбала кезінен өзінің әншілігімен елге танылған. 20-ға таянған шағында өзінің жеке әндерін шығара бастаған. Өзі үлкен кісілермен тойға барып, тойдың сәніне айналған. Оның даусы 7 қырдан асады дейді оның әнін тыңдағандар. Оның Ләйлім шырақ, Ақ тентек, Он саусақ секілді шығармалары бар. Жарайсың, Ернар. Оның көптеген бірнеше әндері бар екен. Соның ішінде балалар біз бүгін Он саусақ әнін тыңдаймыз және тыңдап болғаннан кейін кірпіш стратегиясы арқылы негізгі сөздерді пайдалана отырып кірпіштерді қалайтын боламыз. Ал ендеше балалар, тыңдайық біз.
болсақ, әне негізгі сөздерді пайдаланып отырып, тақтадағы көргөздерді толтыратын боламыз. Кірпішті әдісімен. Кәдімгі. Ербол, келді ғой кәдімгі. Қандай бағытта айтылған екен, біз білеген, үлкендер жазады, үлкен жазады. Үлкен жазайық, сиятындай болсын. Немесе бұрыс екендігін экраннан қарап көрейік. 10 саусақ әнін тыңдадық, кірпіш стратегиясы арқылы қалады. Сонымен ең бірінші балдар, әніміз қандай екен? Үлкен диапазонды, әннің несі бар? Мінезі бар екен, және оның ырғағы бар екен, ән ырғақты екен. Сонымен болса, кең тыңысты әндер қай бағытта жатады екен? Қандай бағытта жатады екен балдар? Лирикалық, және қандай? Әуендік бағытқа жатқызады екенбіз балдар. Ал енді балдар, біз енді келесі композитормен таныс боламыз. Ол Батыс мектебінің өкілі, Батыс мектебінің негізін қалаушылардың бірі Мұхит Мералыұлы. Ал балдар, Мұхит Мералыұлы жайында мен тағы да бірнеше ұлдар мен қыздарға, жалпы оқушыларға үйге тапсырмай берген. Кәдімгі, кім айтады? Кім айтады кәдімгі? Ерасыл келі ғой. Еліміздің батыс өңіріндегі әншілік мектепті қалыптастырған Мұхит Мералыұлы болды. Мұхит Мералыұлы 1841 жылы еліміздің батыс өңірінде Қаратөбе ауданы Ақбағай ауылында дүниеге келді. Мұхит Мералыұлының әндері биік еңістіде орындалғандықтан ұзақ дайындықты қажет ететін және домбыра сүйемелдігіне қажет болып отыратын әндер болып саналады. Мұхиттың әндері Айнан көз, Дәуреш, Алуаш, Қыпшақ, Дөң асқан сынды әндері бар. Балалар мінді. Зерек, Аңгөлек есімді тағы да бірнеше әндері бар екен. Ал енді балалар, біз осы Мұхит Мералыұлының бірнеше әндерінің ішіндегі біз Айнан көз әнін тыңдамас бұрын мынандай сұрақтарға жауап беретін боламыз. Әннің ерекшелігі неде? Әннің орындау мәндері қандай? Түсінікті ма? Мұқият тыңдаймыз, қараймыз. Енді сұрақтарға жауап берейік. Әннің ерекшелігі неде? Кім айтады кәдімгі? Ернұр айтады ма кәдімгі? Үлкен диапазонды. Үлкен диапазонды. Әннің орындау мәндері қандай? Ырғақты екенін не болып тұр? Білдіріп тұр екен балалар. Ал енді балалар, біз дәптерімізді ашып, жаңа тыңдаған Біржан Сал мен Мұхит Мералыұлының естиміз. Вена диаграммасын пайдаланып, екеуінің айырмашылығын және ұйқастығын жазайық. Ал балалар мәнде. Арқа әншілік мектебінің әні қандай? Көңілді, ойнақты екпінде. Және Батыс мектебінің байсалды. Және қандай? Орнықты екпінде. Ал енді екі композитордың айырмашылығын көрейікші балалар. Екеуіне не? Және композитор. Дауыстары қандай? Үлкен диапазонды екен. Және ұйқасты қалай? Тақырыпты, лирикалық. Жетісу дәстүрінің көрнекті ұстазы
Нұркен Назарбаев 1804 жылы туылған, қазіргі Жамбыл облысынан Матыбұлақ деген ауылында дүниеге келген. Ол ата-анасының өнерін құлағына құйып өскен. Ол шешесінен ерте айырылып, жетім қалған. Оның ең бірінші әндерінің бірі Бозторғай. Оның көптеген әндері бар. Мысалы, бірге орындап көрейік әнді. Экранға қосылып, қарап, менімен бірге орындаймыз. Туған жер ауылдасың, тасыңдасың. Туған жер ауылдасың, басыңдасың. Толайым топырағың, аунап өскен. Тоғылдың төбелерің, қандай ысың. Туған жер, туған жер. Тақырыпты лирикалық әсер сазды бақта екенін білдіріп отыр балалар. Ал енді балалар, бүгінгі қазақтың дәстүрлі әншілік өнерін сабағын қорытындылай келе, бүгін мінекей балалар, сендер дәстүрлі әншілік өнеріне сипаттама және сонымен қоса анықтама беріп тыңдаған музыкалық шығармаларының стилі мен жанрын анықтауды, сонымен қоса меңгеріп, әннің көңіл күйі мен көрнекті бейнесін жеткізе отырып, не істедік балалар мінекей? Түрлі стильдердегі және жанрдағы әндерді орындауды не қылдық балалар? Жеткізетін боламыз. Оны біз дәптерімізге үй тапсырмасы ретінде алатын боламыз. Кәдімгі балдар, күнделігімізді ашып, үй тапсырмасын жазып қойып. Үй тапсырмасында мынандай сұрақтарға шығарма жазып келеміз. Сал серен түсінігің туралы өзің ойларыңды жазып келіңдер. Екінші, Кемел Нәзірбаевтың туған жер әнін жаттап келеміз. Бүгінгі сабақты қалай түсіндік? Осы жақын бір жасқа барлығын түсіндім, орташа түсіндім, мүлде түсінбедім. Яғни балалар, бүгінгі сабағымызды бәріміз түсінген екенбіз. Жарайсыңдар, барлықтарыңа 5-тік жақсы бағаларды күнделіктеріңе қойып беретін боламыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.